Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендері? Төсек үшін бұрынғы күйеуімен көңілдес болған келіншектің әңгімесі. Әлеуметтік желіде жиі отыратын адамдардың бірімін. Кеше сол көсекторды ақтарып отырып, Мира деген бір келіншектің жазбасын көзім түсіп кетті. Оқымасқа болмады. Өйткені секс, ойнас, көңілдес деген жазбаларды ешбір еркек жібермейді. Мен де сол бірінші күйеуімнің көңілдесіне айналдым деген жолдарды шалып қалған соң, келіншектің жазбасын оқуға деген қызығушылығым оянды. Оқып шығып ойланып қалдым. Сосын астына арсыз қатын екенсің деп бір ауыз пікір жаздым. Неге арсыз қатын деп жазды дейсіңдер ғой? Онда әлгі келіншектің жазбасын оқыңдар. Көшіріп алып салып отырмын. Мен міне бірнеше ай болды, бұрынғы күйеуімнің көңіл көтеретін ойнасына айналдым. Онымен 2 жыл бұрын ажырасып кеткенмін. Өңді денелі жігіт еді, бизнесмен айналысады. Ортамызда 3 жасқа келген бір бала бар. Бірақ күйеуімнің мінезі солай ма, білмеймін. Боқ ауыз көрінген нәрсеге бола мені боқтап, кейде елдің көзінше ұрып та тастайтын. Онымен бірге қонаққа барудан қалдым. Үнемі мені жұрттың көзінше келмеждеп, кекетіп, мұқатып отыратын. Бұл бейшара қатын маған кездесіп адам болды ғой. Тексіз, қайыршы отбасынан шыққан қыз ғой. Күйеу бала ретінде жылына бір рет қонақ болып үйіне барсақ, шешесі рожки вермишель пісіріп алдымызға қояды. Мұндай масқараны еш жерде көрмеппін деп, достарының ортасында мені мұқатып отырғаны. Ер азамат болып басқа әңгіме айту жоқ. Өзге еркектер әйелін қолпаштап, қайын жұртының жоғын жасырып, бәрін асырып отырушы еді. Менің күйеуім керісінше сайрайды. Қажетті қанша қаза беріп, қалай десең де әйелімнің ұлыңды бағып, үйіңді қарап тапқаныңды ұқсатып отырмын. Енді маған не дейсің? Отбасым, жарым балам деп күн кешетін кезің жетті ғой десем, ой шешеңді, маған ақыл айтпа, сен кімсің тексіз миғұла деп жуан жұдырығын ала жүгіретін. Содан бірнеше рет тексіз қайыршының қызы кет, мен дұрыс жерден қыз аламын деп ұрған соң ажырасып кеттік. Ұл менде қалды. Ол баласын да, мені де артынан іздеп келмеді. Сөйтіп жүргенде Досымбек ағаны кездестірдім. Өте қарапайым жан. Менен 20 жас үлкен, сөзімсіз жарасып шаңырақ құрдық. Ол менің баламды өз баласындай көрді, шеттетпеді. Ұлым деп еркелетіп ойнатып жүргені. Бақтымды енді таптым. Тәуба, ұзағынан болғай деп ішімнен тілеп жүріп жатып қызды болдық. Досымбек жұмыста, одан қалса кітапханада отырады. Докторлықты қорғаймын деп жүгіріп жүр. Бір күні адресті қайдан тапқаны белгісіз бұрынғы күйеуім Жомарт келіп тұр. Сәл ішіп алған сияқты, өңі қызарып кеткен. Бір пәле жасайды-ау деп шошып кеттім. Досымбек жұмыста еді. Қорыққанымды білдірмей салқын қарсы алдым. Кішкене қызым бесікті ұйықтап жатқан, ал ұлымыз балабақшада. Ұлым қайда, көрім келеді деді. Оны қайтесің, өзің ғой, бала қажет жоқ деп отказ берген. Енді есіңе түсті ме деп едім. Ей, сен не деп тұрсың? Қазір сені бауызда өлтірем кетемін деп тап берді. Қорыққанымнан орнымнан қозғала алмай қалдым. Ол мені төсекке алып ұрып, ойындағысын істеді. Қазір күйеуім келеді деп қарсыласқаныма қарамады. Тыр жалаңа шешіндіріп үстімнен түспей қойды. Рас, ол күшті еді. Төсектегі қимылын айтамын. Екінші күйеуім Досымбек ондай емес. Аптасына төсекте бір болсақ болды, болмаса да ол да жоқ. Үйде түнімен қағаз шұқылап отырғаны, қашанғы оны күтіп отырамын, ұйықтап қаламын. Төсек қатынасына тым сирек барамыз. Ал мына Жомарт ондай емес, төсекке бір жаттық па, түннің бір уағына дейін аймаласып үстінен түспейтін. Құмарым бір қанып қалатын. Бір жолы да солай болды. Күйеуім ұлымды балабақшадан алып келетін кез болып қалды. Өтінемін кетші деп жалындым. Бір жағынан оның қарулы құшағында жата бергім келеді. Қалай десең де алғаш етегімді көтерген күйеуім ғой.
Бұдан былай кездесіп тұрайық. Егер қашатын болсаң, ошағыңды ойрандаймын, баламды тартып әкетемін деп қорқытты. Бір жағынан ақшалы адам ғой, біреуді жалдап қырып кетіп жүрер деп қорықтым. Екінші жағынан төсектегі қараулы құшағын аңсап, несі бар, бөтен емес, бұрынғы күйеуім ғой деп, кездесіп тұрайын деп оған келісім бердім. Міне содан бері бірнеше ай өтті. Бұрынғы күйеуіммен жасырын кездесіп тұрамын. Оның көңілдесіне айналдым. Кейде ол қайта қосылайық, бәрі дұрыс болады деп қояды. Ол ұсынысын қабылдаудан қорқамын. Досымбекті тастап, Жомартқа қайта барғасын, ол баяғы тірлігіне қайта басама, кім білсін. Басқа еркекті көрдің, біреудің қатыны болдың деп, өткен өмірімді бетіме басып, тағы ұрып соғып, кері қуып жібереме. Өзімді жаным деп аймайлайтын балаларымды, құлыншықтарымды деп еркелетін Досымбектен айырылып қаламын ба? Бірақ қашанғы біреудің ойнасы болып, құмарын қандыратын қуыршағы болып жүремін. Досымбек біліп қалса қайтемін деген ойлар қазір басымда шырмап жүр. Бір ақиқат дүние, не бұрынғы күйеуіме қайта қосу, не қазіргі күйеуімнің көзінше шөп салғанды тоқтатып, бір жағына шығу, екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді деген бар емес пе? Маған соның бірін таңдау керек. Не істерімді білмей жүрмін. Міне, Мира деген келіншектің жазбасы осы. Сіз не дейсіз? Мен арсыз қатын екенсің деп жазып қойдым. Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Осы барада пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздер не дейсіңдер?